Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз ұзақ өмір сүру үшін жеу керек 5 тағам туралы айтамыз. Бұл тағамдардың барлығы қолжетімді және дәмді, сонымен қатар олардың денсаулығыңызға пайдасы өте зор. Егер сіз ұзақ және бақытты өмір сүргіңіз келсе, бұл бейнені соңына дейін көріңіз. Біз жасымызға қарамастан денсаулығымызды жақсарту үшін күнделікті жасай алатын кішкентай қадамдар бар. Бұл бейнеде біз егде жастағы адамдар үшін ең пайдалы тағамдарды қарастырамыз, және оларды диетаңызға қалай қосуға болатыны туралы кеңестер береміз. Біздің арнамызға жазылып, денсаулық пен әл-ауқат туралы көбірек бейнелерді өткізіп алмаңыз. Жаңғақтар – бұл нағыз табиғи тағам. Олар дәрумендерге, минералдарға және антиоксиданттарға бай. Олардың құрамындағы пайдалы майлар жүрек ауруларының даму қаупін азайтуға, қандағы қант деңгейін реттеуге және мидың жұмысын жақсартуға көмектеседі. Күн сайын бір уыс жаңғақ жеу денсаулығыңызды жақсартудың қарапайым және тиімді жолы. Бадам, грек жаңғағы, кешью, Бразилия жаңғағы – бұл жаңғақтардың барлығы өте пайдалы. Оларды таңғы асқа, салаттарға қосуға, немесе жай ғана жеңіл тағам ретінде жеуге болады. Жемістер – бұл дәрумендердің, минералдардың және антиоксиданттардың керемет көзі. Олардың құрамындағы талшықтар ас қорытуды жақсартады, ал антиоксиданттар жасушаларды зақымданудан қорғайды. Күн сайын кем дегенде 2 порция жеміс жеуге тырысыңыз. Алма, банан, апельсин, киви, манго – бұл жемістердің барлығы өте пайдалы. Оларды таңғы асқа, десертке немесе жай ғана жеңіл тағам ретінде жеуге болады. Көкөністер – витаминдердің, минералдардың және антиоксиданттардың қайнар көзі. Олардың құрамындағы талшықтар ас қорытуды жақсартады, ал антиоксиданттар жасушаларды зақымданудан қорғайды. Күн сайын кем дегенде 5 порция көкөніс жеуге тырысыңыз. Брокколи, сәбіз, қызанақ, қияр, шпинат – бұл көкөністердің барлығы өте пайдалы. Оларды салаттарға, сорпаларға, гарнирлерге қосуға, немесе жай ғана жеңіл тағам ретінде жеуге болады. Балық – бұл ақуыздың омега-3 май қышқылдарының және D дәруменінің керемет көзі. Омега-3 май қышқылдары жүрек ауруларының даму қаупін азайтуға, қандағы холестерин деңгейін төмендетуге және мидың жұмысын жақсартуға көмектеседі. Аптасына кем дегенде 2 рет балық жеуге тырысыңыз. Лосось, тунец, скумбрия, форель – бұл балықтардың барлығы өте пайдалы. Сүт өнімдері – кальцийдің, D дәруменінің және ақуыздың керемет көзі. Кальций сүйектер мен тістерді нығайту үшін өте маңызды. Күн сайын кем дегенде 1 порция сүт өнімдерін тұтынуға тырысыңыз. Сүт, йогурт, ірімшік – бұл сүт өнімдерінің барлығы өте пайдалы. Осы тағамдарды күнделікті рационыңызға қосып, ұзақ әрі салауатты өмір сүріңіз. Есіңізде болсын, дұрыс тамақтану денсаулықтың кепілі. Дұрыс тамақтану арқылы сіз өзіңізді жақсы сезініп қана қоймай, сонымен қатар өміріңізді ұзарта аласыз. Көргендеріңізге рахмет. Жаңа бейнелерді өткізіп алмау үшін біздің арнаға жазылыңыз.